Кадр 1, дубль 6. Неизвестная книжка воды. Сказки Андерсона. Йоу, сәлем. Мен лақабатым Алан, мен Дара Entertainment-тың стажермын. Бәріне сәлем, мен Dara Entertainment стажермын. Hey guys, сіздермен бірге XI. Сәлем, сіздермен бірге Дараның тәлім алушысы Луни. Сәлем, мен Dara Entertainment стажер боламын, менің лақабатым Сері. Бәріне сәлем, мен Dara Entertainment стажері, менің лақабатым Анти болады. Сәлем барлықтарыңызға, жағдайларыңыз қалай? Менің лақабатым Сол, мен Dara Entertainment-тың стажерімін. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Эйм, Dara Entertainment-тың тәлімгері. Сәлем достар, сіздермен Dara Entertainment-тың тәлім алушысы Дас боламын. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Dara Entertainment стажерлары. Лақабатым Жету, менің лақабатым Тру. Dara Entertainment-ке мен кастинг шақыру арқылы келдім. Және өттім кастингтен. Қазір Dara Entertainment-тың стажермын. Мен бұл Dara Entertainment келген кезде өте қуанышты болдым, өйткені бұл маған үлкен мүмкіндік. Ал компания туралы айтатын болсам, мені барлығы жылы қарсы алды. Көріспегелі біраз болды. Енді мен Dara Entertainment-ке шақыру алып, қазіргі сәтте тренер болам. Алда әлі ұзақ қызықтар болады деп сенем. Кастинг кезінде өте қатты қобалжу өзімнен байқаған жоқпын, себебі бұл мен үшін бірінші кастинг емес, бәлкім сол себептен болар. Мен Dara продюсерлік орталығына кастинг арқылы келдім. Ең алғашында мен осы тәлім алушылардың арасында ең кенжесі болдым, яғни Бағлан келместен бұрын. Мен стажерға кастинг арқылы өттім. Кастингқа бірінші рет келген кезде, ол мен бірінші кастингім болмады. Яғни Dara Entertainment-ке кастингке шақырту арқылы келдім. Қазіргі таңда Dara Entertainment-те қарқынды жұмыс жүргізіп жатырмын. Кастинг кезінде, яғни жюрилерді алғаш көрген кезімде, мен осы Dara Entertainment-те міндетті түрде болу керекпін деген ішімде бір түйсік қалыптасты. Осы кастингге ерекше шақыру арқылы келдім. Ең бірінші барлық стажерларға тамақ беріп, өте жылы қарсы алды. Кастинг кезінде қобалжу болды, өйткені ол жерде көп адам отырды. Сондықтан кішкене қобалжу болды, бірақ мен сонда да өзімді алып шықтым деп ойлаймын. Сондықтан мен осы жердемін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біз егізбіз. Біз негізінде кастингті өте ұзақ күткен болатынбыз. Менің інім Жүрсінмен бірге. Барлық баланы мен жеке білем, жеке танимын. Бәрі өте сондай талантты және өте сондай жақсы балалар. Ең бірінші келген уақытта Dara Entertainment сондай ұйымшыл болып көрінді. Бір отбасы сияқты өте керемет. Мен болған жерлерден басқаша. Ең бірінші мен байқағаным, ол дәл ортасында отқан компанияның директоры. Динара ханым ол өте кішіпейіл және өзімнің анам секілді. Яғни мен Тараз қаласынан келгеннен кейін бір жыл көлемінде анамды көрмесем де, бірақ анам үнемі менің жанымда жүргенде болады. Бірінші күні мен үйге орналасу өзіне өте қызықты болды, өйткені мен балдармен танысқан болатын қасымдағы. Dara Entertainment-ке алғаш келгенімде, былай қарағанда жан-жағым қызықтау болды. Бірінші күні ойдағыдай шықты. Сондықтан мен қазіргі сәтте өкінбеймін келгеніме. Окей. Бүкіл команда Dara Entertainment-тың сондай ашық адамдар. Кеше тамақ іштік бар. Ең қызық болды. Одан кейін хореография, ең қатты ұнаған Аянның хореографиясы. Ербол ағаның туған күні болды. Біз негізі үйге кетейік деп жатқанбыз, содан кейін бәріміз шақыртып алдық. Ол жақта біраз қызықтар болды, бүкіл командамен таныстық бірінші күні.
өзіме байланысты негізі. Мен өзімді қалай көрсетемін, қай жағымнан көрсетемін, соған байланысты. Бірақ мен өзіме 100% сенімдімін, топта болатыныма. Топта болатын болсам, мен өзімді басқа қырынан танытып отырсам, қазіргі бағамды алып тастаймын да, басқа мүлдем бағам болады. Соны бақылаңыздар. Мен бұл жерде ең кішкентай болсам да, бәрі бұл проектте маған өте жылы қарайды. Негізінде бұл стажерлардың әркімнің өз мінезі бар, өзіне деген қалай сөйлесу керек екенін білу керек. Бірақ барлығы бәріміз тату жанұя сияқтымыз. Кастинг күні болған кезде мен басында өте қатты қысылдым. Кішкене өзіме сенімділік аз болды, бірақ та оны жеңіп, осы оқиғалар желісі пайда болды өмірімде. Мен осыған өте қатты қуаныштымын. Лақап-атымды әлі білмеймін, бірақ сіздердің көмектеріңіз маған өте қатты қажет. Астына жазып кеттіңіздер. Бәріңіз күтемін. Бұл менің ең алғашқы продюсерлік орталығым болғаннан кейін және ең соңғы деп сенем. Менің жеке парақшамда оқырмандар саны 1000-мыңнан асса, мен соларға атау берем деп уәде берем. Дара Entertainment-тің ресми парақшасында мен туралы жаңалықтарды біліп жүре аласыздар. Сондықтан әр қайсыңызды сол парақшада күтем, яғни астына пікір қалдырып, лепілдеріңізді басып. Топта алдағы уақытта өте көптеген жаңалықтар күтем, сапалы дүниелер күтем. Бірақ бәрі өзіңізге байланысты. Мамадюсер негізінде өте жақсы кісі. Бірінші рет көрген кезден бастап менің бірінші көзқарасым ол кісіге деген өте ашық болды, және де ол кісі де өзі маған ашық түрде сөйлесті, ашық түрде тілдесті. Сол себептен ол кісі жөнінде мен ойым өте жақсы. Барлығы өте мықты жігіттер, барлығы да талантты. Сол себептен барлық жігіттерге мен сәттілік тілеймін. Ал мен жайлы өте қызықты ақпараттарды алдағы уақытта тек қана Дара Entertainment парақшасынан көре аласыздар. Сол себептен менің сүйреңіздерім бір толқында, бір тербелісте жүре берейік. Барлығымыз отырған кезде мен онша көп сөйлей қоймадым. Және де біз бәріміздің өзіміздің жаман жақтарымызды айтқан кезде мен айтқан болатым. Ең бірінші мен адамдарға, танымайтын адамдарға мен көбінесе өте тәкаппар болып көрінемін. Көп сөйлей бермеймін. Сондықтан маған Мамадюсер черная лошадка деп ат қойған болатын. Мен қателесіп кетіппін. Менің атым черная лошадка емес, темная лошадка екен. Темная. Dark horse қой. Мен тамақ жегенді қатты жақсы көремін. Маған берсе, қарным тойса да көзім тоймайды. Мен жей берем, жей бере алам. Сондықтан негізі тамақ әкелсеңіздер жей берем. Қазіргі таңда, яғни кастингтен өткенім, яғни ол бірінші қадам алысым болып саналады мен үшін. Барлық жюрилер, яғни сыни көзқараспен қарап отқан кезде, Мамадюсер өзінің, яғни інісі сияқты қарады да маған. Сол кастинг уақытында жаңағыдай бүйтіп деп. Өзі бірінші ощущение сол болды негізі маған. Жетелеп бақытқа бізді бұл әлем, келеміз кедергілерді менсінбей. Сағатымның әр минутым мен үшін қымбат, бақытымды ұшырып алмауға сол себеп. Негізі барлық ұжым өте қатты ұнайды. Дара Entertainment-ті бір отбасы ретінде, жанұя ретінде қабылдауға болады. Тек қана жұмыс қана емес, бір-бірімен әрқашанда жақсы қарым-қатынаста істеп жүреміз. Ұнамайды? Бәрі десең. Неге бұл барлығы қалжың. Осы камераның артында отырған барлық балалар, және кетіп қалғандар да, барлығы мен өте жақсы тіл табысып, бауыр басып қалдым осындай аз уақыт ішінде. Шынымен де өте көп бір-бірімізге ұқсайтын қырларымыз бар. Сондықтан да топқа сол продюсердің шешімімен өтетін балалар өтеді. Барлығымызға ең бастысы еңбектену керек. Әрқайсының өзінің керемет қыры бар. Өзінің көрсете алатын. Біреуінің дауысы болса, екіншінің шығармашылығы, біреуінің биі болса, екіншінің түрі деген сияқты. Сондықтан да меніңше осы кастингке келген балалар барлығы да лайықты. Сондықтан да өте керемет күрес болайын деп жатыр. Қазір қызықты сәттердің бірі ол мен ойымша маған танысу болды. Өйткені маған ұнайды жаңадан жаңа адамдармен танысқан. Көп балалар өте бауырмал, өте жақсы. Маған ең қызықты болып жатқан қазіргі
оқиғалардың бірі ол әрине біздің стажировка. Стажерлардың арасында бізбен бірге Әйім, Луни, Бағлан, Жету, бесеуміз бірге тұрамыз бір үйде. Амадюсер деп бекер айтпаған, Дара Entertainment-та мамасы болып келеді, барлығымызға өзіміздің анамыз сияқты болып кеткен. Біз ол кісіге үлкен рахметімізді айтамыз, біз оны қатты жақсы көреміз. Осындай үлкен мүмкіндік берілгеніне рахмет айтамыз. Мамадюсерді бірінші рет кастинг кезінде көрдім, өте ашық болды, және де көп сұрақтарды сол кісі жақтан қойылды. Сенің сабағың, сен тәлім алушы болуыңа кедергі келтірмей ма деген сияқты көп сұрақтар болды. Ең біріншіден ол сапалы бейнебаян, сапалы әуен, сапалы мәтін және де сапалы топ. Дара Entertainment ұжымымен таныстық. Өте керемет, барлығы ашық, өздері туралы таныстырып кеттік және біздерде тәлім алушылар өздерімізді таныстырып кеттік. Сосын екінші күні бізде Ербол ағайдың туылған күні болды. Кешкісін біз тренировкадан кейін сол Ербол ағайдың туған күніне қалып бірге құттықтау рәсімінде болдық. Бәрі күшті, керемет өтті. Және Дара Entertainment-та әркімнің туған күнін осылай үлкен атап өту бар екен және кефси алады екен олар. Каждый адамның мен қолдауын күтем. Және де барлықтарыңызды жақсы көрем. Қош, сау болыңыздар. Сараңқы. Және де барлықтарыңызға сау. Сіздермен бірге болғандас. Барлықтарыңызды құшақтаймын. Алда өте қызық сәттер болады деп ойлаймын. Бәріне сәттілік. Бәріне сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бізді Dara Entertainment парақшасында көруге болады. Тіркеліңіздер, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, мені қадағалап, Instagram парақшама тіркеліңіздер, сіздерді жақсы көрем. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Алда әлі талай қызықтар болады деп ойлаймын. Менімен бірге бір толқында болыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет, сіздермен бірге болған Әйім. Келесі кездескенше сау. I'm sorry. Я только что придумал, что-то с этим стульчиком не так. Мама мой пишет, мама мой дисер, да? Мама дисер. Оу, Dark Horse қой, точно. Окей. Құрметті инста оқырмандар, маған white емес, лайк басыңыздар. Және де Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Әйім, Dara Entertainment-тың сөздерін кеттім десе. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Әйім, Dara Entertainment-тың тәлімгері. Осыдан бастап мен қайтадан сөзімді ұмытып кетем. Түсініспеушілік. Ой, қалай айтады? Жоқ, қазақша айтам. Как? Нет, я просто типа готовлюсь. Окей.